Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте қатпарлы болып шығатын қаттаманың рецептімен бөлісемін. Және де қаттаманы алдын ала дайындап, тоңазытқышта қатыру жолдарының қыр-сырымен бөлісетін боламын. Және де лайк басып, мені қолдай отырыңыздар. Қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Егер де түсінбеген сұрақтарыңыз болса, төменге комментарий бөліміне қалдырып кетсеңіздер болады. Міндетті түрде жауап беретін боламын. Алдымен қаттаманың қамырын дайындаймыз. Ол үшін біз ыдысқа електен өткізіп алған ұнымызды саламыз, үстіне тұз саламыз және де бөлме температурасындағы суымызды құйып, қамыр илейміз. Қамырымыз қаттылау болады. Енді осы қамырды салафанға салып, бөлме температурасында июі қанғанға дейін демалдыратын боламыз. Міне қамырымыздың июі қанды. Менде бөлме температурасында жарты сағаттай шамасында тұрды. Енді осы қамырды алып, жақсылап зуалалап аламыз және де қолдың көмегімен жалпақтап алып, содан кейін барып оқтаудың көмегімен жайып алатын боламыз. Қамырымыз тығыздау болып шығады, бірақ жайғанға өте ыңғайлы қамыр. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай, екі қолыңыздың көмегімен осылай жалпақтап аламыз. Келесі кезекте ұнды себе отырып, кейін оқтаудың көмегімен жаятын боламыз. Қамырды осылай жалпақтап алсақ, өзімізге жаюға өте ыңғайлы болады. Сондықтан да асықпай осылай қолыңызбен жалпақтап алсаңыздар болады. Құрметті қыз-келіншектер, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді қалдырып, менің каналымды қолдай отырыңыздар. Алдағы уақытта мен сіздермен бұдан да керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Қамырдың шетін баса отырып жаямыз. Қамырдың дөңгелек, тегіс болуы маңызды емес. Бастысы жұқа етіп жайып алатын боламыз. Қамырды бір тегіс етіп жайып алдық. Енді майымызды алдын ала ерітіп, енді осы қамырдың бетіне бір тегіс етіп жағатын боламыз. Мен әрдайым 72,5% жайлау майын пайдаланамын. Сіздерге де сол майды алуға кеңес беремін. Енді майды бір тегіс етіп жағатын боламыз. Щетканың көмегімен жақсаңыздар болады. Маған осылай қолмен ыңғайлы болғандықтан қолыммен бір тегіс етіп жайып алдым. Енді ұсақтап турап алған көк пиязымыз арасына себеміз. Дәмі өте керемет болып шығады. Егер де көк пиязды ұнатпасаңыздар, қоспасаңыздар да болады. Бірақ дәмі өте керемет болып шығады. Мінекей пиязымызды барлығын сеуіп болғаннан кейін қамырымызды осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай домалақтап орап аламыз. Асықпай арасына ауа кіріп кетпейтіндей етіп, тығыздап, жақсылап орап аламыз. Қамырды жақсылап орап аламыз және де улитка тәрізді етіп орап, салафанға салып, холодильникте 20 минуттай, жарты сағаттай көлемінде демалдырамыз. Майымыз қамырымызға жақсылап сіңіп, қатпарлы әдемі болып шығатын болады. Сондықтан да асықпай жарты сағаттай көлемінде холодильникке салып қойыңыздар. Егер де асығыс болсаңыздар, 15-20 минуттай морозильникке салып алсаңыздар болады. Міне қамырымыз дайын. Енді осы қамырды, әр қамырымызды 180-190 грамны бөліп аламыз. Сол кезде бір келкі болып шығады. Менде осы қамырдан 5 қаттама шығады. Егер де сіздерде таразы болмаса, көз мөлшерімен бөліп алсаңыздар болады. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай ортасын баса отырып, қамырымызды осылай дөңгелектеп аламыз. Ортасындағы қатпары көрініп тұруы қажет. Сонда қамырымыз қатпарлы болып шығады. Қамырымыз қаттылау болып тұр. Ол холодильникте шыққаннан кейін осылай қаттылау болады. Кішкене бөлме температурасында тұрғаннан кейін жұмсаратын болады. Барлық қамырымызды осылай дайындап алатын боламыз. Енді қамырларымызды жаятын боламыз. Мен сіздерге осы жерде бір лайфхакпен бөліскім келіп тұр. Қамырды ұнмен және кукурузный крахмалды араластыра отырып жайсаңыздар, қамырларыңыз қытырлақ, әдемі болып шығады. Менде бұл жерде 20 грамм ұн және 20 грамм крахмал, яғни кукурузный крахмал екеуі араласқан. Енді осы ұнымыз бен крахмалымызды араластырып, қамырымыздың бетіне себе отырып, бір тегіс етіп жайып алатын боламыз. Міне қамырымыз бір тегіс домалақ болып жайылды. Енді осы қамырды осындай одноразовый пакеттің көмегімен өлшеп аламыз. Осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай пакетке салып, қатыру әдісін сіздерге көрсететін боламын. Міне енді пакетке саламыз. Міне пакетімізге сыйып тұр. Енді осы пакеттің ішіне жақсылап орналастырып, салафанымыздың аузын бір тегіс етіп жауып, осылай морозильникке қатыра берсеңіздер болады.
Міне осы жерде мен сіздерге алдын ала қатырып қойған қаттамаларымды көрсететін боламын. Міне осылай барлығын бір-бір салафанға салып, бір тегіс етіп қоямыз, және де морозильникте тегіс жерге қойыңыздар, әйтпесе қаттамаларыңыз майысып қалатын болады. Қаттаманы пісірердің алдында 15-20 минут бұрын морозильниктен шығарып қойып, содан кейін пісіріп ала берсеңіздер болады. Енді мен сіздерге қаттаманың пісіру әдісін көрсететін боламын. Қызып тұрған майымызға осылай қаттаманы салып, айналдыра отырып, қаттамамыздың арғы жағын, бергі бетін аударып, пісіріп алатын боламыз. Сол кезде қаттамамыз екі шеті де бір тегіс болып пісіп шығады. Қаттамаларды орташа отта пісіріңіздер, қатты отта күйіп кетуі мүмкін, сондықтан да орташа отта пісіріп алыңыздар. Міне осылай видеода көріп тұрғандарыңызда екі бетін аудара отырып, қаттамаларды пісіріп алатын боламыз. Қамыры өте қатпарлы болып шығатын кереметтей қаттамаларымыз осымен дайын. Міндетті түрде үйде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен болған Айнұр. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар.